Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алғазы Ұлбала Полатбекқызы. Мен номер 15-ші орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақ әліпбиі. Тіл дегеніміз ол өте күрделі құбылыс. Адамдар бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынас жасайды, пікір алмасады. Тіл білімінде тіл бірнеше бөліктен тұрады. Оларды тілдік деңгей немесе тілдік қабат деп атаймыз. Олар фонетика, лексикология, грамматика және сөз жасам. Бүгінгі біздің зерттейтін тақырыбымыз фонетика. Фонетика гректің фоне, дыбыс деген мағынаны білдіретін сөзінен алынған. Тіл дыбыстарының жүйесін, жасалу мен ерекшеліктерін, әртүрлі сипаты мен бір-бірімен тіркесу заңдылықтарын зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Тілдің дыбысталу мүшелері арқылы айтылып, құлаққа естілетін үн дыбыс деп аталады. Ал дыбысты жазу тілінде белгілейтін шартты таңба ол әріп деп аталады. Қазақ тілінде 42 әріп бар және 38 дыбыс бар. Тілде әріптің саны дыбыстан көбірек. Өйткені жеке дыбыс емес, қосар дыбыстан құралған немесе басқа да шартты білдіретін жазудағы таңбасы да әріпке жатады. Мәселен, мұндағы йо әріпі и және о әріпінің қосындысынан жасалған. Келесі бізде бұл көркем жазылу үлгісі. Мұндағы қызылмен жазылған әріптер бұл дауысты дыбыстар, ал көкпен жазылған дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыс дегеніміз өкпеден, айтылғанда өкпеден ауа ешбір кедергісіз, еркін шығатын дыбыстарды дауысты дыбыстар дейміз. Мәселен, а, ә, бұл әріптерді ары қарай созып айта беруімізге болады. Ауа өкпеден ешбір кедергісіз шығады. Ал айтқанда ауа кедергіге ұшырап шығатын дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп аталады. Мәселен, б, в, г, яғни оны созып айтуымызға келмейді. Дауыссыз дыбыстар қазақ тілінде 26, дауысты дыбыстар 12. Қазақ тілінде дауысты дыбыстар 3 жақты жіктеледі. Бірінші ол тіл қатысына қарай, яғни жуан, жіңішке. Жуан дауыстылар олар а, жуан дауыстылар а, о, және у. Бұларды айтқан кезде әріптер жуан шығып тұр. Ал жіңішке нұсқасы ә, е, и, ө, е. Яғни айтылған кезде бұлар жіңішке шығады. Және де жақтың қатысына қарай ашық және қысаң, яғни адамның жағына қатысты. Мысалы үшін ашық а, ә, е, о, ө, е. Яғни айтқан кезде жағымыз ашылады. Ал қысаң, яғни жағымыз қысылып айтылады. Оларға о, и, о, у, яғни қысылып айтылып тұр. Және де еріннің қатысына қарай олар еріндік және езулік болып айтылады. Еріндік дегеніміз, мысалы үшін, аузымыз, ерніміз толық дөңгелек болады. Мысалы үшін о, ө, у, о, ө. Ал езулік, мысалы үшін, езу тартты деп айтады ғой, ерніміз ашылады кішкене. Ол әріптерге, езулікке а, ә, е, о, и және е. Бұларды айтқан кезімізде езуіміз тартылады. Ал дауыссыз дыбыстар 3 жақты жіктеледі. Олар дауыс үн қатысына қарай дауыссыздар қатаң, ұяң және үнді болып бөлінеді. Оларға ұяң б, в,